Ағаларымыздың асыл ұлтым, көбінде біздің ұлтымызда мынандай бір стереотиптер бар да, қатып қалған қағидалар. Ой, жалғыз басты ана болсын, қайтып келген қыз болсын, жағдайы төмен болсын, бітті, ол жезөкше, ол жәлеп, ол тек жаңа еркектермен қаңғырады, ажырасты десе бітті, сен ең соңғысың, ең сорлысың. Бірақ ажырасқан еркектер, жалғыз басты еркектерге ешкім аузын ашпайды. Сол жәлептерге, сол жезөкшелерге кім барады? Шошқалар мен иттер бармайды ғой, аңдар бармайды, айуандар бармайды ғой, сол еркектер барады ғой. Үлкен әркіммен әйелдерін, бала шағасын үйде қалдырып, өздері сөйтіп қаңғырып жүреді. Осындай кезде түсінбейсің да, сонда кім жәлептік жасап жүр? Одан кейін бізде адамдар мынандай әулеттің мынандай заңдылығын білмейді, шежірелік заңдылықты. Сіз ол жәлептің отбасы шежіре әулетінде Құдай білсін не болғанын, не үшін ол сол жерде отырғанын, не үшін ол көшеде тұрғанын, болмаса қандай да бір бомж, болмаса қандай да бір үйсіз күйсіз қалып кеткендерін, не үшін ол сондай болып кеткенін Құдай білсін. Бірақ адам білмейді, олардың әулетінде шежіресінде қаншалықты қиындық, қандай сорақы кесапаттар, қандай қиын қарғыс, мүмкін дуа сиқырлар бар екен. Оны сіздер байыбына бармайсыздар да, үйлеріңізде мәз болып, бала шағаларын с расчетпен туып, пособие алып, ой, Құдайға шүкір деудің орнына байларыңыз сол жәлептермен қаңғырып жүр, ал өздеріңіз тикток болмаса инстаграмды ашып, біреудің өміріне, қызыл жасыл фильтрдан өткізген өміріне күндестікпен, қызғана, көре алмаушылықпен отырасыз. Біртүрлі біздің қоғам. Бұл жерде енді біртүрлі деп айтуға болмайды, екі жүзді деп айтуға болады. Оған ислам религиясы да өзінің керемет тәрбиесін бізге көрсетіп жатыр. 9 жастан бастап сол жезөкшелікке итеріп, мысалға кейін оны талақ қылып лақтырып кеткенде кімге біл сұмдықтың сұмдығы болып жатыр. Бірақ бәрібір де ой, біз қазақпыз, біз үлгі өнеге, инабат, тәрбие. Көшеге шықсаң толы жетімханалар, толы қайыршылар, толы тағдырлары быт-шыт болып жатқан, тағдырдың тәлкегінде жүрген бейшара пенделер мысалға. Мына жерде егер жаныңыз ашымаса, үндемей кете беріңіз. Егер жаныңыз ашса, онда көмек беруге ұмтылыңыздар.